Всем привет, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мен мынандай намазникте енді алдымен ешқандай блогта, YouTube каналға бұндай киіммен видео шықпағам. Таң қалып қалыпсыздар ма? Мен хиджабқа киген жоқпын, жалпы дәл қазіргі видеода мен осы состояниені сіздерге бергім келіп отыр. Неге? Өйткені таң намазын оқыдым. Таң намазын оқып болғаннан кейін мен міндетті түрде әр таң намаздан кейін намазды оқып болғаннан кейін, садақам жасап болғаннан кейін міндетті түрде Құран кітап оқимын. Осы Құран кітапты оқып отырып өзіме келген инсайтпен бөліскім келіп отыр. Ол қандай инсайт? Қыздар, енді бұл канал именно даму жайында, жеке тұлға ретінде өсіп даму туралы, балалар тәрбиесі, жалпы блог жайында болғандықтан мен сіздерге міндетті түрде сіздердің дамуларыңызға, сіздердің блогтарыңызға қатысты нәрселермен бөлісіп отыратын каналым бұл. Енді осы жерде осы Құранды оқып отырған кезде маған келген түсінікті сіздерге бөліскім келіп асығып отырмын. Мен сіздерге алдыңғы видеоларымда айтқан болатынмын. Умраға барғаннан кейін дәл сол жерде өте бір әсерлі оқиғаны оқығаннан кейін мен Құранды оқуға деген махаббатым ашылды деп. Негізі енді предысторияны айтып бере салайын. Умраға барған кезде әр адамда әр түрлі жүрекке бір ерекше дүние салып қайтады. Біреулер орамалға келіп жатады, біреулер басқа да бір садақа, бір үлкен іс деген сияқты бастап кетіп жатады. Бірақ мен осы умраға барған кезде Алладан бір нәрсе сұрадым. Менің Қағбаны айналып жүргенде, жалпы умра сапарымда орамалға просто сол жердің әсерімен келуді маған салма депті. Мен орамалға келгім келеді, бірақ саналы түрде. Орамал таққым келеді, бірақ реально нәпсілерімді жеңіп, қайтып орамал тастамайтындай етіп келуді мен қалаймын. Намазда дәл солай. Мен намазға келердің алдында да өте қатты ойландым, өте қатты қиналдым, оқимын, вдруг тастап кетемін деген сияқты. Бірақ әр намазда Аллахым менің намазымды қалдырмайтындай етіп иманымды арттырып қой деп сұраймын. Вот сол кезде мен орамалға келмеуімді сол жердің әсерімен, өйткені ол жақта бірде-бір адам ешқандай да жалаңбас жүрмейді, бірде-бір адам ешқандай да ашық жүрмейді. И сен поневоле ол жақта орамалға келгің келіп кетеді. Ал енді сен ол жақтан баяққа мына біздің постоянно ашық жүретін жерге келген кезде ол өзіңмен алысып күресесің. Сол себепті мен Аллаға просто осы жақта жүріп те келе алатын, нәпсі жеңе алатын сондай бір қалауым болсын, өзімнің қалауым осы жақтың әсерімен емес деп сұрағам. Бірақ үлкен саған деген махаббатпен, саған деген құлшылықпен қайтатын бір әрекетім болса екен деп сұрадым. Құран оқуды жүрекке салды. Мен сіздерге алдыңғы видеоларда айтқаным, Құран оқу міндетті түрде арабша болу керек деп өзімді қиындатқан жоқпын. Бірденем просто осы Құран кітапты алып, онда қазақша аудармасымен, транскрипциясымен барлығы бар. Ең бастысы, дәл осы видеода да айтайын дегенім тұрақтылық. Осы Құранда жазылған, Алла тұрақты әдетті сүйеді. Тұрақты әдетті, күнделікті тынымсыз жасалатын әдетті сүйеді. Сондай қолдарын құрметтейді деп жазылған Құранда. Сол жақта жүрген кезде осылай бір отельде жатқан кезде мына бір рилста шығып қалды да, Таустың жұмақтан түскен туралы, жыланның қалай жерге түскен туралы, және де түйенің қалай жерге түскен туралы аңыз деп айтылған. Енді осы Құранда бар деп айтылған, мен соны іздеп оқып бастадым негізі. Таус дейді, соншалықты жұмақта жүрген кезде әдем болған дейді, соншалықты жұмақта жүрген кезде сұлу болған дейді, оның әрбір қауырсыны дейді бағалы еш жерде жоқ тастардан тұратын дейді. Оның қанаты жайылған кезде дейді жұмақтың ана бетіне мына бетіне жететін дейді. Оның көздері еш жерде жоқ бір таста айтты, енді есімде жоқ, бірақ сол тастан жаралған дейді. Әрбір қауырсын, әрбір құйрығы, әрбір мойын барлығы бағалы, алтын, жаңағыдай гаухар тастар, жемчуг тастар, енді өте керемет, еш жерде жоқ, басқа ешқандай құста жоқ, сондай сұлулықты сол Таусқа берген дейді. Ол ән айтқан кезде дейді,
бүткіл жұмақ ұйып қалатын дейді. Содан бір күні сол жұмақта жүрген кезде Тауыс ібіліс келеді оған. Сөйтіп ібіліс айтып, мен жұмақты сағындым. Білесіздер ғой, ібіліс жұмақта болған, аузубиллях, ол жұмақта болған Алланың тоже сүйген сондай бір құлдарынан болған, бізде жұмақта қызмет еткен адамдарға кезінде сондай бір өзінің бағалы орны болған да. Бірақ белгілі бір себептермен, оны да бір келесі видеоларда айтармын, белгілі бір себептермен жұмақтан қуылған. Сол жұмақты ол мен сағындым, мен жұмақты көргімге өтініш, мені бір рет кіргізші деп айтады. Сосын ол Тауыс ібіліс сөйлеген кезде, аузубиллях сөйлеген кезде өте әдемі сөйлеген ғой енді. Прям әдемі сөйлеген, оның сөйлегеніне барлығы сеніп қалатын болған. И Тауыс айтады, павлин ғой айтып отқан, павлин айтады, мен қолымнан келмейді. Давай мен одан да барып жаңағы түйеге айтайын дейді да. Мен соған айтайын, сол саған көмектеседі дейді. Ал түйеде отырғаны бұл жердегі жылан. Жыланның сол кезде өзінің кейпін ауыстыратын күші болған деседі. Сол кездер қаласа жылан болып кетеді, қаласа түйе болып кетеді. Мынау Мауи деген мультиктегі, Моана деген мультиктегі Мауи бар ғой, сол сияқты то мынандай болып кетеді, то мынандай болып кететін сондай бір өзінің күші болған дейді енді, ауыстыратын өзінің денесін. Сол кезде барып айтады Тауыс жыланға, осындай деп отыр, ібіліс өтініш, бір кіріп шығам деп отыр, көмектесе аласың ба деп. Сонымен ол жарайды дейді, қайттан барады ібіліске, ібіліспен сөйлеседі. Сөйтіп ібіліс оған айтады ғой, жаңағы мен өтініш бір кіргізіп шықшы, мен просто көремін да қайтып шығам дейді ол. Сөйтіп жылан кейпіне түседі и оның тісіне ортасына тұрады ібіліс. Тісінің ортасына тұрып жұмаққа кіреді. Жұмаққа кіреді дағыны Хауананы азғырады. Алманы тістеуге Хауананы азғырады. Сөйтіп Хауана алманы жеп қояды. Осымен адам ата да Хауана да жерге түсіріледі. Содан кейін жыланның тісін содан кейін улығып қойған дейді. Жыланның мынандай екі тісі бар ғой, у шығаратын, содан кейін улығып қойған дейді. Сөйтіп жер бетіне суық қылып түсіріп қойған дейді. Содан кейін барып жаңағы Тауысты да бүткіл әдемі тастарынан айырып, даусынан айырып түсірген дейді. Осы бір оқиғаны мен көремін, рилстан оқимын, сөйтемін дағы, мен дәл осы ситуация шынымен де рас па екен деген ізденіспен мен Құранды оқып кетемін. Дәл осы бір рилс маған, дәл осы бір оқиғаны оқып маған қатты әсер етіп, мен Құранға келдім. Сол сияқты осы видеода сіздерге бір түрткі болады деген ойдам. Мен былтыр осы Құранды оқуды бастаған кезде, умрадан келгеннен кейін мен енді сонда мен оқимын, мен жыртамын, мен айырамын деп келіп, бірден оқыған кезде өте қатты бетім қайтып қалды. Мен Бақараны бастадым. И настолько маған Бақара ұзақ болды, и настолько маған Бақара ауыр болды, что мен Құранды кейін біраз уақытқа шейін аша алмай қалдым. Бұл жерде мен бірденен бәрін оқып тастаймын деген менде ой болды. Мен бірденен келем да оқып тастаймын деген, қатты бірденен Бақараны оқып тастау, ол ең ұзақ сүре, бірден оқып тастау ол ауырлық қылды да маған, и мен бетім қайтып қалды. То есть біздер мысалы үшін блог бастайтын кезде, бір іспен айналысатын кезде не істейміз? Мен жаңағы мотивациямен кіреміз да, мен айырып тастаймын, мен жыртып тастаймын, мен қатырып тастаймын деп кірісеміз да, и оның қиыншылықтармен кездескен кезде бітті, бәрі сол жерде тастай саламыз. Бірақ мен одан қайтқан жоқпын. Бірақ мен одан бетім қайтқанымен, менің қайтадан ерік жігерім қайтқан жоқ. Мен қайтадан оқыдым ғой. Бірақ мен Бақараны емес, басқаларын оқып жүрдім. Қысқа сүрелерді оқып жүрдім. И осы өткенде мен неге мен осы постоянно бір отырғанда бірден бір сүрені оқып қоюым керек деген өзіме сондай бір цель қоямын. Жоқ, давай сен күнде 2 парақтан оқы деп өзімді солай тәрбиелеп, мен қайтадан басынан бастап Бақараны оқып бастадым ғой. Фатиха ол қысқа, бірден оқып қоясың. Сөйтіп Бақараны оқыған кезде мен даже байқамай қалдым Бақараны бітіп қалғанын. Мен кеше даже аштым, Бақара оқып болып
қарасам бітіпті да Бақара сүресі. Сонда біз күнделікті тұрақты жасайтын әрекетіміздің бізге нәтижеге жеткізетінін сезбейді екенбіз да. Осы видеода мен сіздермен соны айтқым келді. Тұрақты, күнделікті, аз-аздан, жай-жайдан жасаған әрекет сізді нәтижеге апарады. Мысалы, осы блогты бастаған кезде де мен күнделікті бір видеодан, күнделікті 3 стористен салып, самое главное, мені қатты қинамай, бірақ тұрақты әрекетке жеткізетін сондай бір өзіме не норма қойып қоятын. Күнде бір рилс, ол кезде рилс емес, ол кезде просто видео деп айтылады. Видео 3 сторис жасап отырдым да, и сол нәрсені мен өзіме тәрбиелеп сіңірдім. И солай ол норма өсе берді. Қазір күніне 3, кейде 4 болады, иә, менде рилстар. И ол тынымсыз әрекет мені 190 мыңнан жоғары оқырманға алып келіп отыр. Стабильно сторисімді көретін определенный количество адамдар бар. И күнделікті менде даже мен продажа ашсам да ашпасам да жасалатын сатылымдар бар. Оның барлығы тұрақты рилстарымның әрекеті. Сол сияқты, егер сізде блогыңызда, өміріңізде қандай да бір бизнесіңізді жасап жатқан болсаңыз, бір күн нәтиже бермесе де, 2 күн нәтиже бермесе де, тұрақты аз-аздан, жай-жайдан тұрақты әрекетіңіз сізді по-любому нәтижеге жеткізеді. Ол анық, ол хақ, даже Құранда бар. Мен әлі айта алмаймын, мына сүреде, мына бір аятта деп айта алмаймын. Ондай дәрежеге жеткен жоқпын. Жалпы мен просто білген нәрсемді қазақшалап айтып жатырмын. Ол анық аятта, сүреде барлығы бар жазылған. Сол себепті сіздерде де блогыңызда бір бар, бір жоқ, или продажаны бір жасайсыз, бір жасамайсыз деп жүрсеңіз, ол дұрыс емес. Тұрақты аз-аздан жасай берсеңіз, бір стористен, бір рилстан жасай берсеңіз, ол ертең сізге әбден сіңеді, тұрақты әдетке айналады дағыны. Бізде мида нервтер бар, өзі бір-біріне жаңағыдай сіздер тұрақты әрекет жасаған сайын ол кәдімгідей бір-біріне жақындап ажырамайтын осындай бір нервтер болады. Сол кезде сіздің ол әдетіңіз тұрақты әдетке айналады дағыны, сіз үшін түк қиын болмай қалады. Сол себепті сол бір әрекеттерді жасасаңыздар сіздерге нәтиже береді. Дәл осы Бақара сүресін мен 2-ші рет оқып жатырмын. Бірінші оқыған кезде өте қатты ауыр, өте қатты мағынасы да ауыр, өте қатты оқылуы да ауыр, өте қатты ұзақ болып көрінген нәрсе. Осы жолы мен жай ғана 2-3 парақтан оқып, тұрақты оқығанда тез аяқтап қойғаным, әрі маған жеңіл болғаны, әрі өте маған түсінікті болғаны маған осындай үлкен инсайтты беріп отыр. Сіздерге де бір пайдалы видео болады деген ойдамын. Міндетті түрде ойларыңызбен бөлісіңіздер, міндетті түрде образыңды айтып кетіңіздер. И сіздерді келесі видеода жақын арада көретін боламын деп ойлаймын. Всем пока!